Көп бұрыш. Енді біздер бұрыштарды өткеннен кейін көп бұрыш туралы сөйлесіп көрейік. Мына фигуралардың сендер кейбіреулерін білесіңдер, иә? Мынау бізде шаршы, мынау бізде үш бұрыш, мынау бізде трапеция. Төрт бұрышы бар, бірақ тік емес. Сондықтан бұл трапеция болады. Және бұлардың екі қабырғасы параллель болады. Ал мына екі қабырғасы параллель емес. Бірақ ол туралы сендер көбірек өтесіңдер. Мынау бізде 5 бұрыш, өйткені 1, 2, 3, 4, 5 немесе пентагон. Мынау бізде 6 бұрыш. 1, 2, 3, 4, 5, 6 немесе гексагон деуге болады. Енді осылар жалпы көп бұрыштар. Негізі көп бұрыштың анықтамасы бұл бір сызықтан басталып, бұлай салына береді. Салына бергенде бізде және осы бастапқы нүктеде тұйықталу керек. Сонда бұл көп бұрыш болады. Қанша бұрышы болса да өздерің білесіңдер, иә? Енді келесі мысалға біздер бір көп бұрышты салып көрейік. Мынандай бір 5 бұрышты, жаңағыдай 5 бұрыш емес, 5 бұрышымызды салып көрейік, иә? Мынандай болсын. Бұның төбелерін әріптермен белгілейік. Бұның төбелері дегеніміз мына әр бұрыштары. Мынаны А, Б, С, Д, Е әріптермен белгілейік. Көп бұрыштардың төбелері болады. Міне А, Б, С, Д, Е бұл төбелері, әр бұрыштары тұрған жер. Бұрыштары болады. Ол мына осы төбелеріне сәйкес келетін бұрыштар. Және бұлардың қабырғалары болады. Мына екі төбесінің арасындағы қабырға. Сонда бізде мына 5 бұрыштың 5 төбесі бар, 5 бұрышы бар, және 1, 2, 3, 4, 5 қабырғасы бар. Мына бұрышты А бұрышы неден құралған? А бұрышы бізде АБ сәулесімен, АБ қабырғасымен, АЕ қабырғасынан құралған. Сонда бізде А бұрышы АБ қабырғасымен, АЕ қабырғасының қиылысынан тұрады. Мұны ішкі бұрышы деп атаймыз. С бұрышы бізде сол сияқты. Ол БЦ және СД қабырғаларынан құралған. Дағы сол сияқты мыналардың қарап көріңдер. Е мысалы ол АЕ мен ЕД-дан құралған. Сол сияқты. Бұрыштар бізде бұл жердегі бұрыштарды белгілеген кезде осыған дейінгі өткеніміздей, А бұрышын белгілеу үшін біздер жай А деп айта аламыз, немесе бұрыш Б, А, Е деп те айта аламыз. Немесе біздер оны тағы да керісінше оқи аламыз. Е, А, Б деп те оқи аламыз, иә? Мына екі бұрыш бір-біріне көршілес болып саналады. Өйткені бұлар екеуі де бір қабырғаның бойында жатыр. Мысалы, бір қабырғаның бойында жатқан бұрыштарды сондықтан біздер көршілес бұрыштар деп айта аламыз. Мысалы, А бұрышының көршілес бұрыштары ол Б мен Е. Е бұрышының көршілес бұрыштары ол А мен Д. Д-нікі С мен Е. Тағы сол сияқты. Көршілес бұрыштары деп айтылады. Және көршілес қабырғалары да дәл сол сияқты бір бұрыштан шығып тұрған екі қабырға көршілес болып саналады. Мына БЦ қабырғасы мен АБ қабырғалары бір-біріне көршілес болады. Ал СБ мен СД көршілес болады. Бір бұрыштан шығып тұрса, ол екі қабырға көршілес болып саналады. Және сендер осыған дейін білмеген шығарсыңдар, диагональ. Диагональ деген ол көршілес емес бұрыштардан шығып тұрған сызықтар. Мысалы, бізде Б мен Д бұрыштары бір-біріне көршілес емес, өйткені олар бір бұрыштан шығып тұрған жоқ. Сондықтан біздер оны мына БД бұл диагональ болып саналады. Немесе БЕ де диагональ болып саналады. Немесе тағы да СА да диагональ болады. АД да диагональ болады. СЕ диагональ болады. Тағы сол сияқты барлық бұрыштардың диагональдары болады. Үш бұрышта диагональдар бола ма? Үш бұрышта диагональдар болмайды, өйткені бұларда барлық бұрыштары бір-бірімен көршілес.